Біз үлкен ақша жасайтын кішкентай ғана бизнесмендерміз. Және ақша табу жолын ерекше жерлерден іздейміз. Біз командада 4 адамбыз. Мен, Бота, Қанат, ал бұл Жасмин. Олармен біз страшно табамыз поэзия. Там Бота билет алып скоро шетелге кетейік па деп. Күн сайынғы тапқан ақшаның 50% маған әкеп тұрасыз. Хорошо? Қытайлармен переговор қалай өтті? Ол күшті өтті, кстати. Ал сен идеяң бар ғой, наушник ше? Сол вообще күшті өтті. Сіздермен шешетін біздің басты мәселе ол әрине есектер жайында болмақ. Қайда есектер? Кішкентай балалар ақшаның артынан кетіп жатыр. Знаете, кем они стали? Бизнесменом. Ал қазіргі қоғамда ең басты дін ол ақша. Бірақ егер сіз тәуекелшіл болмасаңыз, бизнеске тұмсығыңыз сұқпай ақ қойыңыз.